дети сотрудников центра Урлео. Біздің ата-аналарымыз мұғалімға көмектеседі. Бізге де олардың жұмысы өте қызық. Біз бүгін өзіміз туралы, ойымыз туралы және арманымыз туралы айтатын боламыз. Мою маму зовут Фарай. И где она работает? В Урлео. Да, учителями. Маман қай жерде істейсің білесің ба? Я. Қай жерде? Москва. Мама работает там. Папам мұғалімдерге сабағы береді. Мәліметтер алады. Зовет их на курсы, чтобы подготовить их к мероприятию или к ответственному уроку. Видео монтаждайды, фотоға түсіреді. Главный специалист по хозяйственной деятельности. Сертификаттар жасап, кітапханашы болып жұмыс істейді. Өрлеуде кім болып жұмыс істейді? Инспекция. Қаржыны жоспарлап, ақшаны үнемдейді. Менің анасым ақпарат бойынша жасайды. Менің анам ең жақсы қызметкер. Менің анам өте ерекше адам. Ол кітапханалық, ақпараттық және редакциялық баспа қызметі бойынша жетекші маман болып жұмыс істейді. Бұл не деген сөз? Бұл білім, мәдениет, ақпарат және баспа саласында жұмыс істейтін маңызды маман. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында бүгінде 636 қызметкер еңбек етеді. Олардың барлығы тек өз ісінің шебері ғана емес. Сонымен қатар бүгінде 900-ден астам бала тәрбиелеп отырған ата-ана. Я хочу быть лучшим защитником в мире. В Казахстане. Когда я вырасту, буду играть за сборную Казахстана. Доктором. Мен өскенде журналист болғым келеді. Бастық боламын. Повар. Өскенде дәрігер болғым келеді. В будущем готовить своим родителям пятизвездочные блюда. Мен мақсатым сурет салу және би-билеу. Мұғалім болғым келеді. Өйткені мұғалім ең мейірімді адам. Сен өскенде кім болғың келеді? Суретші. Мен өскенде балалар дәрігері болғым келеді. Я хочу стать полицейским, ловить преступников. Я чувствую себя счастливой, когда обнимаю маму. Анама алғысым шексіз. Оларды өмірге әкелгеніне көп рахмет айтамын. Жұмыстарда тек қана сәттілік тілеймін. Ата-анама алғыс айтамын. Әлемде бейбітшілік болсын, балалар бақытты болсын, аналар жыламасын. Анашым, әкешім, маған әрдайым сеніп қолдау көрсеткеніңіз үшін, жақсы адам болуға үйреткеніңіз үшін үлкен рахмет. Мама, папа орынбадыңдар. Мен сендерді жақсы көремін. Армандардың орындасыз. Барлығы ересектерге денсаулық, бақыт, қуаныш тілеймін. Үнемі күліп жүріңіздер, балаларды жақсы көріңіздер және ешқашан ауырмаңыздар. Ата-анаңыз Өрлеу орталығында. Здесь написано, что твоя мама работает у нас, очень хорошо трудится. Осы жарқын мерекеде балаларға шаттық пен денсаулық тілейміз. Әр шаңырақта күлкі мен жылулық үзілмесін.